Төмендегі кестеде сызықтық теңдеудің графигінің x, y мәндері берілген. Y осымен қиылысу нүктесін анықтаңыз. Осы айтып тұрған Y осымен қиылысу нүктесі не екенін есімізге түсірейік. Мұнда алдымен график сызып аламыз. Мынандай график сызамыз. Және мына жерге түзу өткізейік. Түзу. Және де біздің x осымыз және y осы. Бұны да белгілеп қоямыз. Енді y осымен қиылысу туралы не білеміз? Ол x 0-ге тең болғанда пайда болады. Мына жерге зейін салып қарасақ, міне y осында қиылысу нүктесі, сонымен ол нүктенің координатасы 0, үтір, белгісіз сан болып табылады. Басқаша айтқанда, x 0-ге тең болғанда, y координатасы неге тең болады? Бізде y координатасы белгісіз. Енді осыны анықтауымыз қажет. Одан бұрын мұнда назар аударсақ, бұл жерде y 0-ге тең болып тұр. Ол дегеніміз x осымен қиылысу нүктесі. Міне, қараңыздар, x осымен қиылысу нүктесі. Мына жерге жазып қоямыз координатасын. X 2-ге тең болғанда, y 0-ге тең. Сонымен x осымен қиылысу нүктесі y 0-ге тең болғанда пайда болады. Сонда мына екі бізде y 0-ге тең болғанда x осымен қиылысу нүктесі болып табылады. Ал енді y осымен қиылысу нүктесіне қайта ораламыз. Мына жерде бізге x-тің бірнеше мәні берілген, және соған сәйкес y-тің мәндері берілген. Міне x-ке қарасаңыздар, -2, 1, 2, 4 сандары берілген. Алдымен осы кестені мына жаққа көшіріп жазып аламыз. Мына жерге x мәндерін, ал мына жерге y мәндерін жазамыз. Бізге x -2-ге тең болғандағы y мәнін беріп қойған. Мына жерде x -2, y 8-ге тең. Келесі бізде -1-ді қоямыз. Y мәні белгісіз. X 0-ге тең болғанда y-тің мәні белгісіз. X 1-ге тең болғанда мұнда берілген. Y 2-ге тең. X 2-ге тең болғанда y 0-ге тең. X 4-ге тең болғанда y -4-ге тең. Енді келесіні анықтаймыз. X ауысқанда y қандай шамаға ауысады? Мына жерге назар аударамыз. X 1-ге ауысқанда y керісінше -2-ге ауысып тұр. Бұл түзу сызық болғандықтан x-тегі ауысу мен y-тегі ауысу ара қатынасы тұрақты болады. Сонымен мына тұрған барлық мәндерді тексеріп шығамыз. Бұл жердегі x-тегі ауысу 1-ге тең, y-тегі ауысу -2-ге тең. Ары қарай x-тегі ауысу 1-ге тең, y-тегі ауысу -2-ге тең. 8-ден 2-ні аламыз, ол 6. Ары қарай жалғастырамыз. X-тегі ауысу 1-ге тең, y-тегі ауысу -2-ге тең. 6-дан 2-ні аламыз, 4 болады. Келесі, x-тегі ауысу 1-ге тең, y-тегі ауысу -2-ге тең. Қарап отырсаңыздар, барлығы дұрыс шығып жатыр. Ал мұнда x-тегі ауысу 2-ге тең, y-тегі ауысу сол себепті 2 еселенеді. Себебі біз 1-ге емес 2-ге ауысып тұрмыз. 2 еселенсе ол -4. Сонда y-тегі ауысу 0-ден -4-ті алсақ, -4-ге тең. Бұл жердегі тұрақты нәрсе ол y-тегі ауысу бөлінген x-тегі ауысу. Мысалға, x 1-ге ауысқанда y -2-ге ауысады. X 2-ге ауысқанда y -4-ге ауысады. Сол себепті y-тегі ауысу бөлінген x-тегі ауысу -2-ге тең болады. Ал енді бізге берген тапсырманы орындап қойғанбыз. Мұнда назар аударсаңыз, x 0-ге тең болғанда, міне x 0-ге тең болғанда y-тің мәні қандай болады? Ол 4-ге тең. Сонымен y осымен қиылысу нүктесі 4-ге тең. Мұнда жазып қоямыз. X 0-ге тең болғанда y 4-ге тең болады. Негізінде мұна біз салған график сәл дұрыс емес. Соны мұнда өзгертіп сызып көрсетейін. Мындай кішігірім график саламыз. Мына жер 4, мына жер 2. Енді біздің түзу сызығымыз осындай болады.